78 сабақ көбейту және бөлу тәсілдері. Гүлзарлар мен көгалды алаңдар. Сен ауызша көбейту және бөлу тәсілдерін орындайтын боласың. Бірінші есепте гүлдердің қай гүлзарда өсірілетінін анықта дейді. Так, мында қараңыздар. 600 қосылған 40 мыналарды есептеп шығайық. 100-ді 3-ке көбейтеміз. 300. Мына жерде 100, 100-ді 6-ға көбейтеміз. 600. Мынау 10, 7, 420. Мынау 70, 560. Мынау 10, 700. Мынау 280. Енді қараңыздар. Егер мынау 500-ден кем болса, сан 500-ден кем болса, онда ол мына гүлзарда орналасқан. Ал 500-ден артық болса, онда ол мына гүлзарда орналасқан. Мына гүл мында орналасқан, 700 шыққан сандар. Және 560-сан шыққан мына гүл осы жақта. Мына сары гүлдер барлығы 4 бұрышты гүлзарда орналасқан, ал дөңгелекте қызыл гүлдер орналасқан. Екінші, әр өрнекті шығарудың тиімді тәсілін тап дейді. 8-ге 2-ні қосамыз. 10-ды 50-ге көбейтеміз, 500. Келесі 3-ке 4-ті қосамыз, 10-ны 30-ға көбейтеміз. 7-ні 30-ға көбейткенде 210. 30-ға 20-ны қосамыз, 50, 50-ді 7-ге көбейтеміз, тем болады 350-ге. 60-ға 30-ды қосамыз, 90, 90-ды 6-ға көбейтеміз, 540. Жоқ, 90-ды 6-ға көбейткенде. Дұрыс. 7-ні 3-ке қосамыз, 10, 10-ды 7-ге көбейтеміз, 10-ды 9-ға көбейтеміз, 90 өте қатты сандарды айтудан шатасып отыр. 40-ті 20-ға қосамыз, 60, 60-ды 4-ке көбейтеміз, тем болады 240. Келесі есепте дейді. Мұнда 22-ні 4-ке көбейтеміз, 88. 220-ны 3-ке көбейтеміз, 660. 4-ті 12-ке көбейтеміз, 48. 4-ті 120-ға көбейтеміз, 480. Келесі баған, так, 660-ты 3-ке бөлеміз, 220. 770-ті 7-ге бөлеміз, 110. 820-ны 20-ға бөлеміз, 41. Мында 550-ді 50-ге бөлеміз, 11. Келесі 990-ды 30-ға бөлеміз, 333 ба? Так, 990-ды 3-ке бөлгенде 33. 990-ды 9-ға бөлеміз, 11. Жынданғам қалай кетті? 110. 880-ді 40-қа бөлеміз, 220. 110-ды 10-ға бөлеміз, 11. Келесі 4-ші есеп, амалдардың орындалу тәртібін анықтап, оларды есепте. Егер менің жаңағыдай оқуым тез болып кетсе, неде YouTube'да не бар? Арнайы настройки жерінде скоростьті азайтуға болады. Сол жерде азайтып алуларыңызға болады. Егер қателеспесем, сол жерде бар секілді 0.75. Немесе ол жақта тек тездету ғана ма. 4-шісі амалдардың орындалу тәртібін анықтап, оларды есепте дейді. Мына қатарды қарайық. Бірінші мына орындалады, содан соң плюс орындалады екінші. 450-ді 5-ке бөлгенде 90, 90-ға 210-ды қосқанда 300. Келесі 640-ды 2-ке бөлу бірінші амал, мынау екінші амал, үшінші амал. 640-ды 2-ке бөлгенде қанша болады? 320, 320-ға 354 қосқанда 674, 674-ке 25 қосқанда 699. Келесі 140-ды 2-ке көбейтеміз. Неше болады? 280, 240-ды 6-ға бөлеміз. 40, 280-нен 40-ды азайтқанда 240 болады. Мынада 300, мынада 699, мынада 240 шығады. Мына жақты өздеріңіз шығарасыздар. Ал 5-шісі есептерді шығар. Шаршы пішінді көгал ұзындығы 120 метр қоршаумен қоршалған көгалдың ауданы қаншаға тең дейді. Көгал ұзындығы 120 метр. Қоршаумен қоршалған. Неше бұл шаршы,
Сонда көгалдың ауданын табу үшін 120-ны 120-ға көбейтеміз. S тең 120 көбейтілген 120 тең болады. 120-ны 120-ға көбейткенде неше болады? 12-ні 12. 144, иә. 12-ні 12-ге көбейткенде 144. Одағы 0, 2 нөлді тіркейміз. Сонда 14400 ауданы. Екінші тік пішінді көгалдың ұзындығы 32 метр, ал ені одан 12 метрге кем. Енін табуымыз керек. Бірінші ені жоқ екен мына жерде. 32-ден 12-ні азайтқанда 20, ені 20-ға тең. Периметрін табамыз. Периметрін табу үшін 32-ні 20-ға қосамыз 52, 52-ні 2-ге бөлеміз 26. Ауданын табу үшін 2 қабырғасын көбейтеміз, яғни 32-ге 20-ны көбейтеміз 640. Алтыншы есеп, жарысқа қатысушыларды құттықтау үшін 24 қызыл және 18 ақ раушан гүл сатып алынды. Барлық гүлдерден теңде 6 гүлшоқ жасалды. Әр гүлшоқта қанша гүлден болды? Жарысқа қатысушыларды құттықтау үшін 24 қызыл және 18 ақ раушан гүл сатып алынды дейді. Барлық гүлдерден теңде 6 гүлшоқ жасалды. Жиырма төртке 18-ді қосып 6-ға бөлеміз. 24 қосылған 18 бөлінген 6 тең болады. Қанша болады? 24-ті 6-ға бөлеміз. Неше? 4. 18-ді 6-ға бөлеміз. 3. 4-ке 3-ті қосқанда 7. Яғни әр гүлшоқта 7 гүлден болды. Жетінші есеп. Есепті шығар. Бір гүлзарға әр қайсында 50-ден 10 қатар, ал екіншісінде әр қайсында 16-дан 10 қатар гүл отырғызылды. Бірінші гүлзарға екіншісіне қарағанда неше гүл артық отырғызылды? Бір гүлзарға әр қайсында 50-ден 10 қатар дейді. Ал екіншісіне әр қайсына 16-дан 10 қатар гүл. Бірінші гүлзарға екіншісіне қарағанда неше гүл артық отырғызылды? Ол үшін біріншісіні табамыз. Біріншісінде 50 мен 10-ды көбейтеміз, тең болады 500. 500 гүл отырғызылған. Ал екіншісінде 16-ны 10-ға көбейтеміз, 160. Екіншісінде 160 гүл отырғызылған. Енді бірінші гүлзарға екіншісіне қарағанда неше гүл артық отырғызылды дейді. 500-ден 160-ты азайтамыз, неше болады? 340, иә. 340 гүл артық отырғызылды. Сегізінші есепті шығар. Қаладағы көгалдандыру мекемесінің жұмысшылары бір күнде 6 гүлзарға және 4 алаңға гүл отырғызылды. 30 жұмыс күнінде барлығы қанша гүлзарға және алаңға гүл отырғызылады? 30 жұмыс күнінде барлығы қанша гүлзарға және алаңға гүл отырғызылады? 6-ны 4-ке қосып 30-ға көбейтеміз. 6-ны 4-ке қосқанда 10, 10-ды 30-ға көбейткенде 300, сонда 300 гүлзарға және алаңға гүл отырғызылады. Амалдарды орында дейді. Қазір 999-ға 1-ді қосқанда 1000 грамм, 35-ке 505-ті қосқанда 540 грамм, 1 килограммда 1000 грамм бар, 1000-нан 459 азайтқанда 451 ма? 441. 541. 700-ге 300 қосқанда 1000. 405-ке 45 қосқанда 450. Мына жерде 500 болады, мына өткен 1000-ға тең. 720-ға 1 килограмм немесе 1000 грамм деп жазуға болады. Бұл жерде де 1 килограмм немесе 1000 грамм деп жазуға болады. Мына жағын өздеріңіз шығарасыздар. Мына жерде 30 болады, мына жерде 600 болады, мына жерде 900 болады. Мына есеп 6, 4, 8, 5, 9, 7 сандарынан ең үлкен және ең кіші 3 таңба сандарды құрастыр. Олардың айырмасын тап. Шыққан жауап цифрлардан ең үлкен және ең кіші 3 таңба сан құрастыр. 10-шы есеп. Олардың айырмасын тап. Осы тәсілді 4 рет қайтала, өрнектер дәптеріңе бағам бойынша жаз.
11-ші есептер шығар. 100 литр өсімдіктерге арналған тыңайтқышты 5 бидонға бөліп қоюға болады. 800 литр тыңайтқышты құю үшін неше бидон керек? Биыл бақшадан 4 центнер қияр жиналды. Оның 4/1 бөлігі әрқайсында 12 килограмм сиятын жәшіктерге салынады. Неше жәшік толды? Жәшіктері салынбаған неше килограмм қияр қалды? 12-ші есеп кесте бойынша шығар. Кесте бойынша өрнекке құрастыр және жаз, олардың мәнін тап. 40 көбейтілген 3 тең болады 120, 4-ті 30-ға көбейткенде 120 тең болады 240. Мұнда 600 қосылған 150, 750 болады. Мұнда 400 қосу 290. 400 қосу 290 тең болады 690. 192 минус 9 тең болады 190-нан 7 азайтқанда 183. 183 қосылған 100 283. 800-ден 10-ды азайтамыз. 800-ге 10-ды қосамыз. Мен азайтып отырмын ба маңдан бері? Жоқ, дұрыс. 800 қосу 10 тең болады 810. Азайғыш, азайтқыш айырманың мәні. 900 минус 90 көбейтілген 5. 90-ды 5-ке көбейткенде 450, 900-ден 450 азайтқанда 450 болады. 900-ден 60 азайтамыз, тең болады 840. 900-ден 60 азайтамыз 840. 690-нан азайтамыз 600-ді, тең болады 90. 709-дан азайтамыз 50-ді, тең болады 659. 13 салыстыр. Қараңыздар, мына жерде минус 1-ші орындалған, мына жерде бөлуді орындаймыз. 3 60-тан 3-ті азайтқанда 57. Мына жерде 60-тан 18 азайтқанда 42. 42-ні 6-ға бөлгенде 7. Мына жақ көп. Мұнда 36-ны 4-ке бөлгенде 9. 9-ға 2-ні қосамыз. 11. Мына жерде 11 шығады. Мына жақта 36-ны 4-ке бөлеміз. 9. 10. 10-ды 2-ке бөлгенде 20. Мына жақ көп. Мына жерде 8-ді 2-ке көбейтеміз 16. 16-ға 4 қосамыз 20. Мұнда 20. Мұнда 16, 32, 32-ні 4-ке бөлгенде 8. Мына жақ көп. Мына жерде 27 минус 6 тең болады 21. Мына жерде 27 минус 5 тең болады 22. Мына жақ көп. 14-ші есеп тиісті арифметикалық амал таңбалары мен жақшаларды орналастыр.